Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Мартин Лютер Кинг және оның ұлы арманы. Мартин Лютер Кинг ақштағы билеуші және реакционистік топтар жүргізіп отырған нәсілдік кемсітушілік пен сегрегация саясатына қарсы қозғалысының көшбасшысы. ақштағы қара нәсілді халықтың азаматтық құқықтары үшін күрес жетекшілерінің бірі, бейбіт әрекет ету үлгісінің ұйымдастырушысы. Мартин Лютер Кинг 1929 жылы 15 қаңтарда Атлантада, Джорджия штаты афроамерикандық отбасында дүниеге келді. Оның әкесі баптистік шіркеу пасторы болды. Орта мектепте оқып жүргенде ол шешендік қабілетімен көзге түсіп, пікірталас тобына қатыса бастайды. 11 сыныпта оқып жүргенде Кинг Дублиндегі шешендік өнер жарысынан бірінші жүлдені жеңіп алады. Автобуспен Атлантаға қайтып келе жатқан жолда оған және оның мұғаліміне ақ нәсілді адамға орын беруге бұйрық береді. Кинг алғашқыда бұл бұйрықты орындаудан бас тартады. Бірақ мұғалімі оған бұл заң бұзушылық деп ескерткеннен кейін ғана ол бағынады. Кейін ол осы жағдайды өз өміріндегі ең қатты қынжылған сәті ретінде еске алады. 15 жасында Мархаус колледжіне оқуға түседі. Бұл колледж ақштағы ең құрметті тарихи колледж болып есептелінеді. Колледждегі оқуын бітіруге 1 жыл қалғанда Кинг шіркеу қызметшісі болғысы келеді. Ол шіркеу адамзатқа қызмет етуге деген ішкі арманын қанағаттандыруға мүмкіндік береді деп ойлайды. Кинг идеялар мен әлеуметтік қарсылықтың қастерлі қозғаушы күші болатын пайдалы уағыздаушы боламын деген ойда болады. 1948 жылы 19 жасар Кинг өнер және әлеуметтану бакалавр дәрежесін алып, Мархаус колледжін бітіреді. Бұдан соң ол Крозер Честердің рухани семинариясына түсіп, оқуды үздік бітіріп, тәртібі жақсы болғандықтан оны студенттік кеңесінің басшысы етіп сайлайды. 1951 жылы Кинг Құдай сөзі бакалавр дәрежесі бойынша семинарияны аяқтайды. 1955 жылы философия дәрежесі бойынша диссертация қорғайды. Мартин Лютер Кинг докторантурада оқып жүріп, баптистік шіркеуде дін қызметшісінің көмекшісі болып жұмыс жасайды. 1959 жылы Кинг «Адам ауқымы» атты кітабын жарыққа шығарады. Оған «Адам дегеніміз не?» және «Толыққанды өмір өлшемдері» атты уағыздары енеді. Оның уағыздарында адамның Құдай сүйіспеншілігіне мұқтаждығы туралы айтылады және батыс өркениетіндегі нәсілдік әділетсіздік көріністері сынға алынады. Әлемдік қауымдастық Кингтің қайраткерлігін жоғары бағалайды және 1964 жылы ол нәсілдік теңсіздікке қарсы бейбіт түрде күрескені үшін Нобель сыйлығына ие болады. Мартин Лютер Кинг бұл сыйлықтың қаржысын ақштағы қара түстілердің азаматтық құқығын қорғау қозғалысына аударады. Салтанатты шарада ол бұл әлемде ең соңғы сөз қарусыз шындыққа және адал махаббатқа тиесілі болатынына мен сенемін. Сондықтан да уақытша жеңіске жеткен мейірімділік салтанат құрған жауыздықтан күшті деген пікір жеткізеді. 1965 жылы Кинг Сельмадан Монгомериге дейінгі жалғасқан қарсылық шарасына қатысады. 66 жылы ол сегрегациялық баспана үшін күресуге Чикагоға барады. Шеруге қатысқан үшін ол бірнеше рет тұтқындалады.
Оның жетекшілігімен қара нәсілді халықтың жаппай бас көтеруі нәтижесінен ақш үкіметі қоғамның әртүрлі салаларында және саяси өмірінде қара түстілерді төмендететін кемсітушілікті тоқтатуға және оларға толық көлемде азаматтық құқық беруге бағытталған маңызды қадамдар жасауға мәжбүр болды. 1968 жылы 28 наурызда Кинг Мемфистегі 6000 адам қатысқан қарсылық шеруге жетекшілік етеді. Бұл наразылыққа шыққан қара нәсілді жұмысшыларды қолдау мақсатында өткен шара болатын. 1968 жылы 4 сәуірде Мемфисте нәсілдік қылмыскердің қолынан қаза табады. Оның жерлеу рәсіміне 150 мыңнан астам адам қатысып, оның соңы қара түсті азаматтарға қатысты ұстанған кемсітушілікті тоқтату туралы саяси демонстрацияға ұласады. Кейін қаза тапқан соң бірнеше күннен кейін ақш конгресі азаматтық құқық туралы заң қабылдайды. ақшта қазанның 3 дүйсенбісі Кингтің күні ретінде аталып өтіледі және бұл ұлттық мереке болып саналады. Бұл күні ұлттық қызмет ету күні болып есептелінеді. Оның адамдардың өмірін жақсарту жолындағы еңбегіне құрмет ретінде американдықтар бұл мерекені демалыс ретінде емес, қоғамға қызмет ету күні ретінде атап өтуге үндейді. Құрметті оқушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Үйге тапсырманы жазып алыңыздар. Мартин Лютер Кингтің ұлы арманы жайында қысқаша эссе жазып келіңіздер. Қош сау болыңыздар.